Миссия дегеніміздің өзі өміріңізді не нәрсеге арнағаныңыздың көрсеткіші. Тал бесіктен жер бесікке дейін нені мұрат етсеңіз, соны миссия деуге болады. Миссияны екіге бөліп қарастырамыз. Бірінші – жалпы миссия. Екінші – жалқы миссия. Жалпы миссия дегеніміз жалпы адамзаттың не үшін жаратылғаны, бұл дүниеге келудегі мақсаты. Құранда адам баласының бұл дүниеге келудегі басты мақсаты Аллаға құлшылық ету делінеді. Бұл күллі адам баласына қатысты жалпы миссия. Құлшылық ету дегеніміз Алланың разылығына бөлейтін жақсы істерді істеу. Бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу. Арақ ішпеу, біреуге зиян тигізбеу, адам өлтірмеу, зина жасамау сынды тыйымдар мен намаз оқу, жақсы сөз сөйлеу, ата-ананы құрметтеу сынды бұйырылған істерді мысал ретінде айтуға болады. Жалпы миссия адамның жаратылуындағы мақсатын, өмірдің мәнін, өлімнен кейін не болатындығын, қайда баратындығын бәрін қамтиды. Ойшылдардың көбі аталмыш тақырыпты айналып өтпеген. Шығыс шайырының рубайларының бірінде былай делінеді: жүректің түріп құлағын, ойланып тағы қарашы, сен кімсің, қайдан келдің, енді қайда барасың? Шайыр мұнда жалпы миссия жөнінде сөз қозғап, сұрақ қойып отыр. Бұл күллі адам баласына қатысты мәселе. Ал жалқы миссия дегеніміз жалпы миссияны жүзеге асыру аясындағы жеке бір адамның дара жолы. Мысалы, кейбір жігіттер отан үшін қызмет етуді парыз санап, әскери салаға кетеді. Біреулер халқымның көзін ашамын деп ағарту саласында жұмыс істейді. Сондай-ақ баламның бақыты баянды болсын деп тапқан таянғанын баласы үшін сарп ететіндер де бар. Миссия қара бастың ғана қамын күйттеу жолындағы мақсат емес, жаһандық деңгейдегі үлкен мақсат. Мәселен, Абай өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың дейді. Сол секілді, адам ел мен жер үшін, адамзаттың игілігі үшін деп үлкен мақсат қойса, міне осы миссия болып саналады. Адам саналы ғұмырын қалай өткізетінін өзі шешеді. Осы шешім жалқы миссия. Жалқы миссиясын анықтап, сол жолда ғұмыр кешетіндер некен саяқ. Жалпы әлем халқының 5%-ға жетер-жетпесі ғана өзінің жалқы миссиясын бекітіп, сол жолда жан аямай еңбек етеді екен. Мысалы, Абай жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейді. Әлихан Бөкейхан тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген. Форд болса әрбір америкалық азаматты көлікті етуді ойлапты. Жалқы миссия адамды ерте ұйқысынан тұрғызып, өміріне серпін беретін ғаламат күш. Сондықтан да жалқы миссиясы бар адамдар биік белестерді бағындыруға, небір қиындықтарды еңсеруге барын салады. Сол жолда бойындағы бар күш-қуатын, әлеуетін сарқа пайдалануға тырысады. Адам өмірінде жалқы миссияның орны ерек.